Сізге бір сұрақ. Егер бір ғана отбасы бүкіл әлемнің экономикасына, саясатқа және тіпті соғыстарға ықпал ете алатын болса, қалай болар еді? Бұл фантастика сияқты көрінуі мүмкін, бірақ Ротшильдтер әулеті туралы айтқанда, көп адам дәл осылай ойлайды. Олар кім? Шынымен де әлемді жасырын түрде басқарып отыр ма? Әлде бұл тек аңыз ба? Қазір бәрін ашып айтамыз. Ротшильдтер Германияда пайда болған аса бай және ықпалды еврей отбасыларының бірі. Бұл әулеттің негізін 18 ғасырда Майер Амшель Ротшильд қалаған. Ол Франкфурт қаласында қарапайым банкир болды. Бірақ өзінің 5 ұлын әртүрлі елдерге жіберіп, оларға банк жүйесін дамытуды тапсырды. Осылайша Ротшильдтер Еуропадағы ең мықты қаржы империясын құрды. Бірі Лондонға кетті, бірі Парижге, бірі Венаға, бірі Неапольге, бірі Франкфуртта қалды. Олардың әрқайсысы өз елінде банк ашып, мемлекеттерге несие бере бастады. Осылайша Ротшильдтер ақшаның күшімен бүкіл Еуропада өз билігін орнатты. Қазір әлемнің 95% елінде банктік үлестері бар. Осы әулеттің әлемді жасырын басқарып отырғанына 5 дәлел келтіретін боламыз. Дәлел нөмір 1. Ротшильдтер әлемдегі ең бай әулет. Бірақ олар Forbes тізімінде жоқ. Қалайша, Билл Гейтс, Илон Маск пен Джефф Безостың байлығы жыл сайын есептеледі. Ал Ротшильдтердің байлығы туралы ешкім ашық айтпайды. Себебі олар ешқашан өздерінің нақты қаржысын жария етпейді. Кейбір сарапшылардың айтуынша, олардың жалпы байлығы $100 триллион құрайды. Бір қызығы, әр елде Ротшильдтерге тиесілі банк бар, ал банк бұл ақшаның қайнар көзі. Ал енді қараңыз, экономикада бір заң бар. Кім ақшаны басқарады, сол әлемді басқарады. Сонда бұл тек бай отбасы ғана ма, әлде бүкіл планетаны бақылап отырған көлеңкелі үкімет пе? Дәлел номер 2. Соғыс бизнес деген ұстаным. Көптеген тарихшылар Ротшильдтерді соғыстарды әдейі қаржыландырып байыған әулет деп айтады. Мысалы, Наполеон соғысында олар Англияға да, Францияға да несие берген. Яғни, кім жеңсе де, олар ұтылмайды. Тіпті Наполеон жеңген күннің өзінде, олар оның экономикасын бақылап, өз ықпалын сақтап қалар еді. Қазірде осындай нәрселер жоқ деп ойлайсыз ба? Айтыңызшы, ақш-тың Иракқа, Ауғанстанға, Ливияға басып кіруінен кейін қандай банктер пайда болды? Дәл сол, Ротшильдтерге тиесілі банктер. Қарапайым мысал, Ливияда Каддафи басқарған кезде жеке орталық банк болған, ал ол құлаған соң Ротшильдтердің банкі құрылды. Тек кездейсоқтық па? Дәлел номер 3. Американың федералды резервін Ротшильдтер басқарады. Қысқаша айтқанда, ақш-тың орталық банкі жеке меншік компаниялардан тұрады. Қызығы сол, бұл жүйені құрған кезде, оның негізін салғандар қатарында Ротшильдтер әулеті де болды. Ал қазір федералды резерв бүкіл әлемнің долларлық қаржысын басқарады. Доллар құнсызданса, басқа елдердің экономикасы шайқалады. Ал оның артында кім тұр? Тым күдікті емес пе? Дәлел номер 4. Бүкіл әлемде Ротшильдтерге тиесілі банк жоқ, тек 3 мемлекет қалды. Аңызға сенсек, әлемде Ротшильдтерге бағынбайтын тек 3 мемлекет қана қалған еді. Бірінші – Солтүстік Корея, екінші – Иран, және үшінші – Куба. Басқа елдердің барлығында Ротшильдтерге тиесілі банк бар. Бірақ бұл елдерде жоқ. Ал енді сұрақ, Кубаға ақш неге ондаған жылдар бойы санкция салып келді? Иранға неге әрқашан соғыс қаупі төніп тұр?
Солтүстік Корея неге әлемнің басты жауы сияқты? Мүмкін, олар жау болғандықтан емес, тек Ротшильдтердің банкіне бағынбайтындықтан шығар. Дәлел номер 5. Барлық беделді ұйымдарда Ротшильдтердің қолтаңбасы бар. Қараңыз, халықаралық валюта қоры, дүниежүзілік банк, біріккен ұлттар ұйымы және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Осы ұйымдардың көпшілігі Ротшильдтердің қаржыландыруымен құрылған, немесе олардың ықпалымен жұмыс істейді деп айтылады. Яғни олар тек банктерді ғана емес, саясатты да, денсаулық сақтау жүйесінде, жаһандық экономиканы да өз бақылауында ұстайма. Ал енді ойлап көріңізші, коронавирус пандемиясы кезінде қандай компаниялар пайда тапты? Дәл сол, Ротшильдтерге жақын фармацевтикалық алпауыттар. Бұл жай ғана аңыз ба, әлде шындық па? Ресми тарихшылар Ротшильдтер туралы қастандық теорияларын жоққа шығарады. Олар бұл әулетті тек бай банк иелері ғана деп сипаттайды. Бірақ егер бұл тек қана аңыз болса, неге әлемдегі ең ықпалды адамдар осы отбасы туралы сөз қозғаудан қорқады? Неге біз олардың нақты байлығын білмейміз? Неге олардың қатысуымен болған экономикалық өзгерістер, соғыстар мен саясаттық оқиғалар тек кездейсоқтық деп түсіндіріледі? Бұл жай ғана миф пе? Әлде біз шынымен бір көлеңкелі империяның басқаруындамыз ба?